Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін қаңтардың 15-і. Аяз сынып, кішкене күн жылынды. Бүгін мен сіздерге өзімнің бордаққа тағы да бір сиыр қостым, сол туралы көрсетіп, қалай болып жатыр бордақым, сол туралы айтып өтетін боламын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер каналымыздың дамуына. Міне қазір мынау біздің алдыңғы видеода көргендеріңіздей ала сиырымыз өзі 10 алып келе жатыр. Сандарына ет толып, бұл біздің бордақымыздың нәтижесі. Бұл қазір бордақта тұрғанына 3 апта болды. Өздеріңіз міне көргендеріңіздей нәтиже жаман емес. Санға ет толтырып келе жатыр ақырындап. Сиыр бір сөзбен айтқанда домаланып келе жатыр. Сиыр. Бордақымызға келетін болсақ, бұған біз 2 уақыт шөп саламыз. Таңертең және кешкі сезон. Түстен кейін кешке қарай түнімен жейді соны, күйіс қайтарады. Көптеген адамдар комментарийді жазып жатыр. Пікірімізде. Шөпті сиырға шөп салуға болмайды, тек қана жеммен бордақлау керек. Шөпті бір-ақ уақыт салу керек, кешкісін ғана деп. Мен ол пікірмен келіспеймін. Себебі ол сиырымыздың алдында әрдайым шөп тұру керек. Себебі ода күйіс қайтару керек. Сиыр күйіс қайтармаса, оның ішінде кітапшасы жабысып қалып, қарында кітапша болады сиырда, сол жабысып қалып, ода күйіс болмайды сиырда. Одан асқазаны құрайды, сиырдың іші қатып қалып, сиырларыңыз содан өліп кетуі мүмкін. Сол себепті әрдайым сиырдың алдында шөп болу керек. Өйткені сиыр мал ол күйіс қайтаратын мал. Бұқа болсын, сиыр болсын, бордақлағанда 2 уақыт шөбін салып отырыңыздар, жоңышқа болсын. Одан кейін алдына 2 уақыт жем беріп отырасыздар. Таңертеңгісін шөп салмастан бұрын түнімен шөбін жеп қояды. Таңертеңгісін ең бірінші тұрғаннан кейін астын тазалап, одан кейін біз жем береміз. Күніне 2,5 шашка жем жейді. Ол примерно мөлшермен айтқанда күніне таңертеңгісін 3,5-4 килограмм, кешкісін тура сондай жейді. Жеміміз бізде ақ бидай. Алдыңғы видеода да айтып кеткем сіздерге. Осылай ақ сиырымыз бордақланып жатыр, ала сиырымыз. Ақырында сандар толып келе жатыр. Сиыр малы бұқа малына қарағанда бордақлану кішкене қиындау. Себебі олардың дене бітімі бір-біріне ұқсас келмейді. Сиыр малы көбінесе қарынмен санға ет жинейді, артқы санға. Алдыңғы санында ет аз келеді, мойнында ет аз келеді, артқы санмен қарын, сосын жауырыны, жамбасы сиырдың көп салмақ тартады. Осы келесі видеода мен сіздерге достар сиырдың бел тұсынан өлшеуді көрсетемін. Қалай өлшеу керек барлығын қазір қысқаша айта өтейін. Мына жерден бел тұсынан жылқының айыл тартатын жерінен алып, осы төстен лента тартасыздар, мынандай. Сол арқылы ондай болмаса, сіздер анандай метрмен өлшесеңіздер де болады, ұзындық өлшейтін. Сол арқылы құрылыста қолданатын метрлермен өлшеп, сол арқылы сіздер қанша шыққанын өлшейсіздер. Содан кейін өзінің несі болады, кестесі болады. Интернеттен де кестесі болады. Сол кестеде сандар тұрады. Сол санның кеуденің орамының өлшеміндегі санмен ана сан бірдей келсе, соның астында салмағы жазылып тұрады. Сол салмақтан сіздер сиырыңыз қанша салмақ беретінін біле аласыздар. Оны бірақ өлшеген кезде таза салмақ шығу үшін сиыр басын тік көтеріп тұру керек. Төмен түсірсе, онда 2-3 салмақ қосып, 2-3 метр артық береді. Сол арқылы сіздер ұтылып қалуларыңыз мүмкін өлшеген кезде. Келесі видеода осы сиырдың салмағын өлшеп шығаруды көрсетемін. Қалай шығардық, бәрін дұрыстап көрсететін боламын. Екінші бордақымызға келетін болсақ, мынандай сиырды бордақыға қойдым. Сүйегері сиыр. Жақында туған сиыр болатын, бірақ туған кезде бұзауы шала туылды. Бұзауын түсіріп тастады. Не себепті екенін білмеймін. Сол себепті бұл сиырды мен бастап бордақыға қойдым. Қазіргі күйі кішкене арықтау, бірақ енді 10 алады деген ойдамын. Сол себепті бұны да бордақыға алып кеп қойдым.
Бұл сиырымыз бізде 5 туған сиыр, сүйек ірі сиыр. Қазіргі күйі кішкене арықтау болып тұр. Мына толған кезде мына сан бәрі етке толады. 220-240 килограммға дейін ет береді деп болжап отырмын. Қазір арық. Бұған да жоңышқа беріп жатырмын. 2 уақыт таңертең және кешкісін жоңышқа салып отырамын. Түстен кейін, одан кейін алдына ыдыспен 2,5-4 килограммға дейін жемді басында аздау бере бастаймын. Себебі бірден көп берсеңіздер жемнен қайтып қалуы мүмкін. Сол себепті бірінші аздан бастаймыз. Сиырды айтқанда оны бордақыға үйретіп аламыз. Бірінші денесін. Сиыр малымды бірінші күндері 2-3 күннен кейін шөптен, жемнен қайтып қалуы мүмкін. Себебі ол ондай көп мөлшерде жеп үйренбеген. Ол жайылымда жүрген кезде өзіне қанша береді, сыртта тұрған кезде де басқа сиырлармен бірге жеген кезде мөлшермен ғана жейтін. Ал мында көп жегендіктен ол сразу біріншіден үйрене алмайды. Сол себепті оның асқазаны істемей қалады, көптеген сондай мәселелер болып жатады. Сиырдың асқазаны істемесе, сұйық маймен коланы араластырып, тілін тарттырып құю керек. Алдыңғы пікірлерде де елдер сұрап жатыр, қалай емдейді. Малдарыңыздың аурулары болса, жаза кетіңіздер пікірге. Мен барлығына жауап беруге тырысамын. Қандай дәрілер туралы түсірейік, сонда жаза кетіңіздер. Алдыңғы күндері әлі талай видеолар шығатын болады. Және де тек қана жеммен бордақылау деген тағы бір кері жақтарын айта кетейін сіздерге. Сиыр тек қана жем жесе, оның асқазанында күйіс қайтарылмай, іші кеуіп кетеді. Сол арқылы сиырды сіздер құртып алуларыңыз мүмкін, асқазанын. Сол себепті сиырдың алдында әрдайым шөп тұру керек. Менің бұлай шөп салғанның бір кем тұсы бар. Ол шөп турағышпен беру керек, ұнтақтап, ұсақтап. Сонда шөпті 100% таза жеп қояды. Надан кішкене сағыр қалады, бірақ ол сағырды жанында мына жерде бордақыланбайтын басқа да малдарға беріп жатамын. Солай достар. Тағы да айта кететін жағдай, пікірде көбінесе адамдар айтып жатыр, бұқа бордақыласан 1 метрден қойып стойл жасау керек бұқаға, бұқа тұратын орынды бетондау керек деп жатыр. Оның бәрі көктемде жасаймыз, себебі қазір күн суық болып кетті. Алдыңғы күндері -30 градусқа дейін аяздар болды. Күн қатты суытқанына байланысты оны көктемге қалдырып отырмыз. Мына барлық ағаштарды орнын мына жерге дейін жылжытып, мыналарды алып осы жерге жылжытып қойып, одан кейін мына жерлерге ақырды ағаштан жасасам ба деп отырмын. Себебі бетоннан жасағанға мен ылғи да бордақ ұстамаймын. 1 жыл айналыссам, 1 жыл айналыспай қалуы мүмкін. Сол себепті оны ертең бұза алмаймын. Қорам кішейіп кетуі мүмкін. Сол себепті ағаштан жасап, астына ақырды осылайынан бордақы қоятын боламыз. Болашақта бордақының орындары тура осындай болады. Бұдан кем немесе кен қып жасамаймын. Себебі малдың жатқанын ыңғайлы. Бұдан кішкентай жасап қойсам жата алмайды. Кен жасап қойсам бұрылып жатып алуы мүмкін. Қазірше осылайынан 2 сиыр бордақылап жатырмын. 2 сиырға осындай орын жарайды. Ал бұдан көп бордақыласам, мына сиыр мысалы мында тұрып болуы мүмкін. Сол үшін ол басқа малға зиянын келтіреді. Және де мен бұларды бордақы басталған кезде және бордақының ортасы кезінде 2 рет ашивер дәрісімен егемін. Себебі үстілері малдың қорада тұрғаннан биттеп кетуі мүмкін, ыстық қорадан. Сол себепті ашивер дәрісін саламын. Немесе ивермек болады. Экамектин 1% дәрісі, сол 3 дәрінің біреуін салсаңыздар болады. Сонда сиырларыңыз биттемей, жақсы бордақыланады, сүті жылтырайды. Өздеріңіз көргендей мойынға да ет жинап келе жатыр ақырындап. Бірақ сиырды мойында онша салмақ тартпайды. Көбінесе осы самбас тұсынан білесіздер. Және де бір семіздігі, мына сиырдың шабын ұстап көрсеңіздер, осы жерде май болады, қалың бұлбырап тұр. Сиырымыз әлі қатты семіре қойған жоқ, енді келе жатыр міне. Осы алдыңғы видеомен салыстырып көрсеңіздер, уже нәтиже белгілі. Осылайынан бордақымыз жүріп жатыр, достар. Видеоны қолдап каналға тіркеліп қояйық, достар.
сіздерге даланы көрсетемін. Шөп қанша қалды жоңышқа. Жоңышқа аз қалуына байланысты бордақыны қатты тезге қойып жатырмыз. Себебі 4-5 ай бордақылағанға біздің жоңышқамыз жетпей қалуы мүмкін. Сол себепті осылай тезсіз бордақылап жатырмыз. Жоңышқа өзіміздің экспорттық жоңышқа, қызылбаш жоңышқа. Жоңышқа шөбіміз. Осының бәрі жоңышқа. Астында примерно бір 10 орамдай шөп қалды. Рулонмен санасақ. Ал телешкімен нетсек, онда бір жарты телешкідей шөп қалды. Сол себепті бордақымызды тездетіп жатырмыз. Ар жағының бәрі бағаран шөбі, суғармалы емес жердің, оны бордақыға бере алмаймыз. Сол себепті бордақымыз осы шөпті ғана жейді. Бордақымыз тездетіп жатырмыз. Жақында дробилка алсақ па деген план бар. Комментарийге жаза кетіңіздер, қандай дробилкалар жақсы. Кейбіреулер қомағай жақсы деп жатады. Кейбіреулер қолдан жасалған, машиненің дискісінен жасалған дробилкалар мықты дейді. Менің ойымша ременный дробилкалар мықты болатын секілді. Мынандай ременімен болады, моторды бөлек тұрады, ременімен айналады. Себебі ремен тайып кетеді. Дробилканың тістері қысылып қалған кезде ремен орнынан тайып кетіп, ары қарай айналдыра береді. Ал дробилкаға мотор ременсіз өзі болса, онда моторларыңыз қатты қысылса, бір тасқа бірдеңкеге, онда мотор сразу күйіп кетіп жатады. Сол себепті ременныймен алған дұрыс деп ойлаймын. Осылай нәтижеміз, сиырымыздың бордақысын жемді біз сырт жақтан тарттырып алып келеміз, ұнтақтатып. Кейін өзіміз тартсақ деген ой бар. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда әлі талай видеолар шығады, дәрілер туралы, көбінесе сырт жақтарда, Қостанай жақтарда, Шымкент жақтарда аусыл ауру қаптап жатыр екен, малдың, сиырдың. Соған видео салатын боламын, қолдау ретінде. Қалай емдеу керек? Мен өз сиырларымды аусылдан емдеп шықтым. Сол туралы видео салатын боламын. Сол себепті достар, видеоға лайк басып, каналды қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.